көрейік та енді. Қазір біз мынау газ GPT деген сайтқа кіреміз. Содан енді тіркеліп көрейік. Тіркелу оңай ма? Немене деген сияқты. Міне яқта біз мынаны салдық. Бір құпия сөз. Құпия қазір ағылшыншаға ауыстырайық. Ой. Сонымен ағылшынша мейлі. Ал тіркеліп көрейік. Тіркелуіңіз сәтті өтті дейді. Мейлі онда көрейік тағы. Ал кірейік. Міне қазір мына жерде мынау бұрышында не қылдайды? Менің электронды адресім бар. Сондықтан кірдік деп ал басты бет дейді. Міне басты бет. Осы содан кейін сурет YouTube мазмұны дейді. Пайдалы сілтемелер. Бизнесіңізді ақылды етеміз. Сайтымызға сілтеме. Қазақ тілінде сұрағыңызды қойыңыз дейді. Бұл неге микрофон жоқ? Мен қазақ тілінде қандай сұрақтарымыз бар? Қазір кішкене қазақ тіліне келтірейік. Біздің перне тақтамызды содан жазайық. Сұрағымызды. Мейлі міне. Мысалға Қазақстанда қол сағат ойыма бірінші келген қолыма ұстап едім мынау сағатты. Қазақстанда қол сағат шығарылама деген шығарылама. Бірінші сұрағымызды жібердік. Міне. Қол сағаттары Қазақстанда шығарылады. Елде өз өнімдерін отандық өндіретін бірнеше жергілікті сағат брендтері бар. Бұған қоса Қазақстанда өндіріс орындары бар. Халықаралық сағат брендтері де болуы мүмкін. Мелчао. Жақсы. Атын жазама десем, мынандай жалпылама жауап берді. Мейлі, оғанда жақсы. Ал енді мынау кез келген сұрақ дей ма? Жоқ әлде қандай сұрақ? Қандай сала болса да. Мысалға тағы бір нәрсе қолымызға алып көрейік. Бір сұрақ туындай ма, туындамай ма? Мейлі.
Мысалға неше деп шығаруға бола ма? Неше. Ал жаңадан сұрақ. Мысалға мысалға деймін да, Қазақстан неше тонна алтын шығарады? Неше тонна алтын шығарады? Жылына деп қойайықшы. Жылына неше тонна шығарады? Ал осында енді кездейсоқ сұрағым ғой енді. Мхм. 2019 жылы Қазақстан шамамен 77,1 тонна алтын өндірді. Бұл ақпарат жыл сайын өзгеруі мүмкін екенін ескеріңіз. Мейлі, бірақ неге 19 жылы? Мейлі, оған да шүкір. Ал қандай сұрақ? Қандай сұрақ? Сұрақтарың ең алдымен дайындап алып келмейсің ба? Мейлі. Мейлі. Осымен басқадай көрейікші. YouTube мазмұны дейді. YouTube сілтемесін осында жазыңыз дейді. Мейлі, көрейік. Мейлі. Ал, сілтеме керек па? Мейлі, мен сағатқа басым ауып кеттім, қытайша көрейікші. Ал, мен яқта сілтеме бар шығар енді. Watch дейді. Подождите. Так, мені бөлісу деген бар. Тоқтата тұрайық. Тоқтай тұр. Мені бөлісу дейді. Мені көшіру дейді. Қайтып келдік. Ал мұнда. Ал. Мазмұнын жазып шығар дейді. Мазмұнын жазып шығар. Мынау күшті болды. Бұл қызмет ағылшын видеоларына ғана арналған және дұрыс жасау үшін видео ұзақтығы 30 минуттан кем болу керек. Видеода сөздер дауыстап айтылып, субтитрлері болу керек. Онда түсінікті. Мейлі, ChatGPT дейді. Біз мысалға сұрақты қайдамыз біз? Мысалға төлем тәсілі дейді. Жи деген не? Айдис туралы басты бет. Төлем тәсіл. Не үшін төлейміз екен? Көрейікші. 25 дүкенде 1000 теңге. 3000 теңге, 330 дүкенді сатып аласың. Бір дүкен, бір сурет дейді. Каспик бар. Енді жағынан білмейміз не болып атқанын.
мына адресін көрейік, Бастыбет IDs туралы. Міне осымен тоқтатайық. Кішкене жалпылама ғой енді біздікі.